ба? Мен сізді няня шақырып едім, сіз ба? Балалар мына жақта жүріңіз, мына жақта. Мына балалар ғой. Ей, няня, бері келіңіз. Ей, бері келіңіз, няня. Сәлем достар, қалайсыздар? Каналға қош келдіңіздер. Короче, достар, екі кештің арасында дала деген қараң болып кетті. Үйге қонақ келейін деп жатыр ғой. Аяқ астынан. Сонымен үйде конфет, печенье, алма, анау, мынау дегендердің барлығы таусылып қапты. Сонымен мен тездетіп магазинге барып келуім керек болып тұр. Дала болса қараңғы, үйде бала-шаға өздері ғана. Сондықтан мен тез барып келуім керек. Бірақ бұларды мен қалай өздерін жалғыз тастап кетемін деп ойланып тұрмын. Так, не істеп жатсыңдар, Ернари? Телевизор көріп жатсыңдар ма? Короче, жаңа қонақ келейін деп жатыр. Айтты ғой, жаңа маған звондап, ше пойыздан түсіпті, жаңа тәтелерің ғой. Енді мен қазір магазинге барып келуім керек болып тұр. Сендер өздерің отыра тұра аласыңдар ма? Иә. Бірақ деген дала қараңғы болып далада ит күшік үріп жатыр ғой. Қорықпайсыңдар ма? Мен қазір тез барып келсем. Няня шақырсаңызшы. Точно, мен няня шақырайын да, иә. Қазір OLX қаяқтан соткаде OLX-тен мен няня шақырайын сендерге. Қандай няня шақырайын? Көңілді нянялар шақырайын ба? Шамал 1 сағатқа отыра тұратын. Так, все, достар, мен балаларға бір няня шақырып жібермесем, әйтпесе что-то дала қараңғы. Бірақ магазинге де барып келуім керек. Қазір қонақтар келсе ұят болып қалайын деп тұр. Сондықтан мен қазір, не қатысақ кеттің ғой. Қазір мен OLX-тен қандай нянялар бар екен? Нянясын. Ит неге үріп кетті? Біреу жүрген жоқ па? Ит үріп кеткен нес? Достар, няня таптым 1 сағатқа. Шонте, няня 1 сағатқа няня таптым. Короче, сендер көңілді отырсын деп мен клоун няня таптым. Клоун няня. Сендердің көңіл күйлеріңді көтеріп отырады. Bir жағынан сендерге қарап отырады. Мен тез келіңіз деп жазып жіберіп едім, уже маған 5 минутта жетем депті. 5 минут? Иә, 5 минутта жетем деп тұр. Ей, келді ма? Отыратында няня. Кім бұл? Кім келген? Есіктің аш қойдың. Біз кетіп қосыңыза. Саламатсыз ба? Сіз нянясыз ба? Иә. Келіңіз, мен шақырдым. Няня, бірақ сіз жаңа OLX-тен суреттен қарағанда үлкен апай сияқты едіңіз ғой. Сіз кішкентай қызсыз ғой. Сіз үлкен балаларға қарай аласыз ба? Иә. Саған, достар, мен үлкен няня шақырғам. Иә, жүріңіз енді. Магазинге барасыз ба? Иә, мен қазір жұмыстарыммен, достар, мен үлкен няня шақырып, нағарандар кішкентай няня келді. Иә, кіріңіз, келіңіз. Мен балаларым айтқан тыңдамайды мына няняның. Неге есікті шақырмайсыңдар анам? Мен өттім ғой үйге. Бізге няня келді. Няня сол кішкентай ғой. Жаңа OLX-те түрі үлкен апа сияқты тұр ма? Қарасаң түрі үлкен апада. Қане қараңызшы. Сумка столлар өзіне. Кішкентай екен. Енді мен киетін ғой анада. Сіз қарай аласыз ба, няня? Сіз неше жыл няня болдыңыз? Мен 5 жыл няня болдыңыз ба? Не істеймін сенде, достар, мен қалай қалдырып кетем мынандай кішкентай няня? Сіз қарай аласыз ба? Сіз менің кішкентай баламнан да кішкентай екенсіз ғой. Сіздің өзіңізге няня керек сияқты ма? Сіз нешедесіз өзі? Надамын. 5-тесіз ба? 5-те сіз сонда туыла салып няня болғансыз ба? Қалай? Мен алтамын ғой. Короче, мені шақырып жатсыңдар ма? Иә, шақырдық қой, бірақ мен сізді үлкен деп ойлаған ғой. Короче, мен тез магазинге барып келуім керек. Дала қараңғы, сондықтан балаларыма няня шақырдым. Сіз балаларымның көңіл күйін көтеріп, қарап отыра тұрасыз ба? Тастап кетейін ба, не істеймін? Жарайды онда. Ей, мына қарап қойын, сендер қарап қойыңдар. Мына няня. Бізге онда няня еріңіз ғой? Енді, әлде сіз қайта бересіз ба үйіңізге? Жоқ, мен қайтпаймын. Мен сізге ақшасын беруім керек пе, сіз қайтпайсыз, Мен ақшасын төлеуім керек. Онда кішкене аяқ кетеді. Неше теңге төлеу керек сонда? Көйлер жоқ, қайта бер деп дым таппайды ғой. Иә, бәрі қайта бер деп біз алып қала береге. Енді не істейсіңдер ма? Қала берсіңдер. Жоқ, мен кетіп бара жатырмын. Есікті іліп алыңдар деп айтып жатқаным ғой. Жарайды, онда мен кеттім, няня. Сізге сендім онда, жақсы, мен тез барып келемін. 1 сағаттың ішінде тез қайтып келемін. Тиіспе. Заттарына тиіспе. Мәссаған, достар. Жақсы, мен қазір естіліп алыңдар. Достар, біз неге няня деймін, кішкентай няня келді, мен кете берейін ба, точно? Кете берейін ба? Өздерің қаласыңдар ма? Достар, қызық болып жатыр. Естіліп алсаңдаршы. Неге кішкентай няня келді ғой, клоун няня. Кел, естіліп алыңдар.
Короче, достар, мен магазинге барған жоқпын. Мен заказ бере салдым. Қазір доставкамен алдыртам керек продуктілерімді. Өйткені мен мына няняға сенбей тұрмын. Өзі кішкентай няня, еще далада иттер қатты үріп жатыр. Білмеймін, үй жақта біреу жүр ма, қазір біреу кеп қалса, бұл няня әлі келмейді ғой. Сондықтан мен қалып жатырмын. Және балаларға айтпаймын қалғанымды, жаймен оларды аңдитын боламын. Достар, бірге аңдитын боламыз. Няня қазір мен балалармен бірге не істейді екен, қазір бірге аңдып көретін боламыз. Так, короче, достар, біз няня отыр, балалар отыр, пока что бәрі нормально. Мен кішкене жақындайын. Есікті іліп ал деп едім, бірақ балалар ілуді ұмытып кетті. Ал мен болсам, жаймен аңдып жатырмын. Мына няняны жалдап қойым, үшеуі балаға қарап отқан жоқ, балалармен бірге телевизор көріп жатыр ғой. Мәссаған, мен балаларға қара десем, өзімен өзі отыр ғой. Так, достар, мен жаймен кухняға кіріп кетпесем, алыстап тұр. Не деп жатыр? Достар, не деп жатыр? Мәссаған, ана кішкентай няня пультты алып қойды. Мен жаным Ернарикті жұмсап жатыр. Ернарикке су әкеліп бер деп жатыр. Мен балаларым бәрін жұмсап жатыр. Мына няня, мен бұған ақша беріп жалдап жатырмын. Ал бұл болса мен балаларымды жұмсап отыр ғой. Мына няняны көрдің ба? Көп кішкентай болып алып. Жаман няня ғой мынау. Мәссаған. Не дейді? Ойба, мына няня деген мен балаларыма отжимание жасатып қойды ғой. Мен бұл няняны тапсырып балаларға қара десем, жаным Ернариктің қолы ауырады. Мен балаларыма не отжимание жасатып қойғанбыз. Балалар, мен үйдемін, мен келдім. Сіз қалай ерте келдіңіз? Мен тез бардым да заттарымды алдым да, тездетіп келдім. Сендер не істедіңдер? Мама? Уақыттарыңыз қалай өтті, няня? Бізге ше няня. Не болды няняға? Не істедіңдер? Не істедіңдер? Мен бедім. Аха. Телевизор көрдіңіздер ма? Бәрін көрдіңдер ма? Жақсы болды ма? Сендерге тиіскен жоқ па? Не түрлерің бір түрлі болып тұр? Сендерді қинаған жоқ па? Че-то бір түрлі болып тұрсыңдар ғой. Ондай емес па? Нәнесі жақсы екенсіз, е? Болды, енді мен ертерек келдім, сіз үйіңізге қайта берсеңізші. Жоқ, мен қайтпайм. Неге? Мен келдім. Мен 1 сағаттан қайтам. Мен 1 сағат жалдадым ғой, сонымен 1 сағат болуыңыз керек па? Жоқ, мен сізге ақшасын төлейін, қайта берсеңізші. Қайта берсеңізші. Жоқ, мен қайтпайм. Қайтпайым дейді. Мына няня кішкене бір түрлі емес па? Қалай? Мен дұрыс таңдамадым ғой, няня. Негізі няня, мен жаңа ешқайда барған жоқпын, сізді қарап тұрдым, аңдыдым, бұл қандай няня деп. Сіз мен балаларымды қинап, менің балаларыма су әкелгіздіңіз. Мына 2 балама отжимание жасатқызып қойдыңыз ғой. Иә, сөйтті. Мен көрдім сізді. Неге? Сіз злой нянясыз ба не сонда? Иә да. Үйіңізге қайтыңыз, мен полиция шақырам, үйіңізге қайтыңыз тез. Біз сізден қорқып тұрмыз, няня. Өзіңіз бойыңыз кішкентай болса да қатты қорқынышты ке. Тыныштығында әпеше мұна сумкаға тықып қоям. Мен қолымда. Ана сумкаға біз сыймаймыз ау, няня? Иә, мен Мынаның іші үлкен ба? Мынаның іші үлкен ба? Иә. Мынаның ішіне бәріміз сыйып кетеміз ба? Бұл сиқыршы ғой, клоун бір жағынан. Мүмкін шынымен іші үлкен шығар. Тамышым ішінде апетим. Ішін ашып көрсек бола ма? Қане, ішін ашып көрші, бәріміз сиямыз ба? Қане, көрейікші. Мына сумкаңыз сізді үлкен ба сонда? Қане, ішін көрейікші. Мәссаған. Мына кішкентай сумканың іші деген дәу ғой, не деген сиқыр мынау. Мәссаған. Ой, сумкам қабарымды сапеттим мұна сумкаға. Достарына кішкентай сумканың ішіне көрсек, іші деген дәу ғой. Сіз жарайды, кешіріңізші, біз сізге сіз ашуланбаңыз, біз сізді ашуландырсақ ренжімеңіз, е. Ана сумкаңызды өзіңізге ұстаңызшы. Мына сумкаңызға, мына сумкасына салып алсақ. Қойын ба? Қой, ашуланып кетер, мына сумкасына салып алсақ. Не істеп жатсыңдар сөзсем? Ештеңе. Бәріміз сыйып кетеміз ғой ана сумкасына, е. Енді 1 сағаты өтсін, күтейік, енді 1 сағат болмайды қазір ұрсат. Тауық есімен қиям. Ойбай, не дейді? Тауық немесімен қиям дейді. 1 сағат болғаннан кейін қайтасыз ба, оған дейін қайтпайсыз ба?
Сен нәнеден құтыла алмай кетсің. Иә, сіз отыра тұрсаңыз сонда. Аняға полиция шақырайық. Қой, полиция шақырма, 1 сағат болғаннан кейін кетем деді ғой. Кетесіз ғой, 1 сағаттан кейін, иә? Сіз үйіңізге қайтасыз ғой, 1 сағат болды ғой. Не дейді? Жоқ дейді. Үйім жоқ дейді. Мен Далада жүрсіз ба? Сонда сіздің үйіңіз мама папаңызда жоқ па не? Біз сізді көңілді, әдемі, андай күшті киім киіп. Біздің үйде қалайын деймін. Қалдырамыз ба? Сосын да қайтпай жүрген. Сосын қайтпай жүрсің ба біздің үйде әдейі? Біздің үйде тұрсай, мәңгілікке. Біз сізді көңілді деп ойласақ. Көңілді емес не? Бізбен бірге қаласың ба? Енді үйің жоқ па сенің? Мәңгілікке біздің үйде тұрсай. Біздің үйде қалдырамыз ба? Қалдыра салақты үй жоқ қой. Достар, қалдырамыз Тамағы ба? тегін. Тамағың да жоқ па? Қарның ашып отыр ма? Өзі самар тамақ берейік. Тамақ беруге қалдырайық. Бәсе неге кетпей жүр десем, үйі жоқ екен ғой. Жарайды, клоун, біз сені аяп кеттік, біздің үйде қала бер, біздің үйде жүре бер. үйде қатым бар. Біз үйде қаласың. Менде енді подаркам бар менің. Бізге подаркың бар ма? Қандай? Сумкаңның ішінде ма? Мәссаған, сен подаркың таусылмайтын болды ғой. Рахмет, мороженое. Мәссаған, сумкасының ішінен не шықты? Рахмет. Клоун, саған рахмет. Тағы бар ма ішінде? Сілкіп көрейік те, тағы бір подарка бар шығар. Қане? Ей, міне, мынау сенікі ма? Мәссаған, рахмет саған. Жоқ, өздерің жей беріңдер, маған қажетті. Клоун, енді сен бізбен бірге қаласың. Клоун, сен енді бізбен бірге тұратын болдың, иә? Жақсы болды. Клоунның үйі жоқ еді. Клоунға біз өзіміз пана болдық, иә? Енді біздің уақытымыз көңілді өтетін болады. Ура! And when you go, I will fall back apart.